Сәлеметсіз бе? Бүгін сабақта біз математикалық сауаттылыққа байланысты есепті шығарамыз. Және де бірінші нұсқа бізде 17-07 нұсқасы. Бірінші есеп а азайтылған б тең болады 2-ге, және а квадрат азайту б квадрат тең болады 28-ге. Онда а мен б-ның мәнін табыңыз. Ең оңай жолы ол осы мәндерді а квадрат азайтылған б квадрат өрнегіне қою. Дегенмен біз осы есепті шығарып көрейік кәдімгідей. Ол үшін біз жүйені қарастырайық. А квадрат азайту б квадрат тең болады 28-ге. А азайту б тең болады 2-ге. Енді біз а квадрат азайту б квадрат қысқаша көбейту формуласы бойынша жасақ. Ол а азайту б, а қосу б тең 28-ге болады. Және а азайту б тең болады 2-ге. Енді біз бірінші теңдеуге осы а азайту б-ны қойсақ, келесі өрнекті аламыз. А қосу б бізде қалады. А азайту б-ның орнына бізде 2 болады. Ол тең болады 28-ге. А азайту б тең болады 2-ге. Ары шығарсақ бізде а қосу б тең болады 28 бөлінген 2, ол тең болады 14. Және а азайту б тең болады 2-ге. Яғни осы осы жүйені шығару үшін мен қосу амалын қолданам. Яғни 2 теңдеуді сол жақтағын қосам және оң жақтағын қосам. Неге мен қосу тәсілін қолданам? Себебі үстте бізде қосу б тұр, астыда азайту б тұр. Яғни бізде а қосу б, қосу а азайту б, 2б олар жойылады. Өйткені біреуінде қосу, біреуінде азайту. 14 қосу 2. 2а тең болады 16-ға. Яғни а тең болады 16 бөлінген 2. Ол тең болады 8. Яғни байқасақ бізде а тең 8 тек қана бір жауап бар. Ол а жауабы. Жүйені шығару үшін сізге әрдайым қысқаша көбейту формулаларын білу керек, және жүйені оңай шығару әдістері ол қосу немесе азайту әдістері. Яғни мысал үшін осы а қосу б тең 14, а азайту б тең 2, осы теңдеу жүйесін біз азайту, яғни мына жақта қосу қояйық, мына жақта бізде азайту әдісімен шығарып көрейік. А қосу б азайту б тең болады бізде 14 азайту. Жаңадан жазайық. А қосу б азайту б тең болады 14 азайту 2. Енді жақшаны ашсақ бізде а қосу б қалады, азайту а, минус минуспен плюс береді, плюс б тең болады 14 азайту 2 тең болады 12-ге. Енді байқасақ бізде минус әдісімен шығасақ, азайту әдісімен, бізде алар жойылып қалады. А және минус а болады. Екеуі жойылады, яғни б қосу б тең болады 2б. 2б тең болады 12-ге. Б тең болады 12 бөлінген 2, ол тең болады 6-ға. Байқасақ бізде а жауабында а тең 8, б тең 6. Осы а тең 6, б тең 8 жауабымен шатастырып алмаңыз. Себебі бізде а б-дан үлкенірек болу керек. Өйткені а азайту б тең болады 2. Ал екеуін біз алып тастасақ, 6 азайту 8, осы жақта 6 азайту 8, ол тең болады минус 2-ге. Яғни д жауабы осы жауаптардың арасында шатастыру үшін берілген. Енді екінші есеп бізде графикке байланысты есеп. Бір аптада кассаға киноға сатылған билеттер диаграммасы көрсетілген. Қай күндері жартысынан көп, бірақ 300-ден аспайтын билеттер сатылды. Алдымен біз жартысынан көп деген күндерді анықтайық. Яғни бізде 7 күн берілген. Байқасақ бізде ең аз сәрсенбі, одан кейін бейсенбі, одан кейін дүйсенбі, 1, 2, 3, 4-ші орында сейсенбі, 5-ші орында жексенбі,
6-шы орын жұма, 7-ші орын сенбі. Яғни 7 сан үшін ең ортасында тұрған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ең ортасында тұрған 4-ші сан. Яғни жартысы деп біз 4-ші, яғни сейсенбіні аламыз. Енді 300-ден аспайтын билеттер сатылды. 300-ден аспайтын, яғни ол жұма мен сенбі кірмейді. Олар 300-ден асып жатыр. Және сәрсенбі, бейсенбі, дүйсенбі олар жартысынан көп деген ережеге кірмейді. Яғни бізде 4 пен 5 қалады. Сейсенбі мен жексенбі. Байқасақ бізде Д жауабы сейсенбі мен жексенбі деп тұр. Яғни осы жауап дұрыс болады, және осы фото шығарған адам Д жауабын белгілеген. Так, енді үшінші есепті шығарып көрейік. Егер П мәні 7 болса, R тең болады 9 П азайтылған 13, S тең болады осындай болса, П көбейту R азайту S-ті табыңыз. Яғни осы есеп өте оңай. Біз жеке-жеке әр мәнді табу керекпіз. П бізде берілген. R-ды тапсақ бізде 9 көбейту 7 тең болады 63, азайту 13 тең болады 50-ге. S-ті тапсақ бізде 4 бөлінген 5. Бөлуді біз көбейтумен ауыстырамыз. R мен 40 болады. Қосу 49. R-дің орнына біз 50-ді қойсақ. 5 пен 50 қысқарады 10 болады. 4 пен 40 қысқарады 10 болады. 10 мен 10 қысқарады бізде 1 қалады. 1 қосу 49 тең болады 50. Енді бізге нені табу керек? П тең 7, R тең 50, S тең 50. R тең 50, S тең 50. Бізде П көбейту R, азайту S. П көбейту R дегеніміз 7 көбейту 50, азайту 50. Ол тең болады 6 көбейту 50. Ол тең болады 300-ге. Яғни байқасақ бізде фотоға түсірген адам бізде қате жауап берді Б деп. Дұрыс жауабы Д болады. Менің ойымша. Төртінші есеп, егер тәуліктің қалған бөлігі өткен бөлігінің 60%-на тең болса, қазіргі сағат неше болатынын табыңыз. Так, тәулікте бізде 24 сағат. Егер тәуліктің қалған бөлігі өткен бөліктің 60%-на тең болса, егер бізде өткен бөлік X болса, қалған бөлігі оның 60%, яғни ол тең болады 0,6x. Яғни екеуін біз қоссақ, біз 24 сағат аламыз. 1,6x тең болады 24. Яғни x дегеніміз 24 бөлінген 1,6. Яғни біз үтірді жылысақ 240 бөлінген 16 болады. Так, екеуін бөліп шексек, бізде 8-ге қысқартсақ бізде 30 болады. 8-ге қысқартсақ 2 болады. Яғни 15. Яғни біз байқасақ, өткен бөлігі біз X алдық. Так, қазіргі сағат неше болатының табыңыз. Егер бізде 15 сағат өтсе, сағат 00:00-ден бастап бізде 15 сағат өтті. Өткен бөлігінің 60%-ға тең. Так, онда сағат 15 болады. Так, енді 5-ші есепті шығарып. 5-ші есеп өте оңай есеп. Әсем пойыздың басынан сағынаған есептеген 7-ші вагонға отырды. Мадина пойыздың соңынан есептегенде 7-ші вагонға отырды. Сонда қыздар бір вагонда болды. Пойызда неше вагон бар? Яғни Әсем бізде бір вагонға отырды, және Мадина тура сол вагонға отырды. Яғни ол бір вагон. Әсемде, яғни алдында 6 вагон бар, Мадинада алдында 6 вагон бар. Яғни 3-ен қоссақ 6 қосу 6 қосу 1 тең болады 13 вагон. Яғни фотоға түсірген адам бізде 15 деп белгіледі, ол қате. Пойызда 13 вагон бар.
Осыдан 3 жыл, 6-шы есеп, осыдан 3 жыл бұрын ағасы мен қарындасының жастарының қосындысы 12 жас болды. 7 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы неше жас болды. Яғни тура осындай есепті мен алдыңғы видео сабақта да шығарғам. Ең басты біз уақыт осінде қазіргі моментті санайық. Яғни қазіргі кездегі жасы ағасы мен қарындасы біреуінікі x болсын, біреуінікі y болсын. Так, осыдан 3 жыл бұрын, яғни 3 жыл бұрын x минус 3 болады, 3 жыл бұрын y минус 3 болады. Так, и 7 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы нешеге тең. Яғни 7 жылдан кейін x қосу 7, y қосу 7. 3 жыл бұрын екеуінің жасының қосындысы 12-ке тең болды. Яғни x азайту 3, қосу y азайту 3. Екеуінің жасының қосындысы 12-ке тең болды. X қосу y, жақшаны ашып жіберсек, минус 3 пен минус 3 бізге минус 6-ны береді. Яғни x қосу y тең болады 12. 6-ны біз теңдіктің оң жағына ауыстырамыз. Ол тең болады 6-ға. Яғни 12 қосу 6 тең болады 18. X қосу 7 тең болады 18. Яғни қазіргі кездегі олардың жасы 18. Енді екеуіне біз 7 жыл қоссақ, яғни x қосу 7, қосу y қосу 7. Яғни x пен y бізде қосындысы 18-ге тең. 18 қосу 14, ол тең болады 32. Яғни 30 жыл дегеніміз жауабымыз қате. С жауабы 7-ші есеп бізде 2017-нің 2016 дәрежесі саны қай цифрмен аяқталатынын анықтаңыз. Яғни ол есеп оңай емес, сізге арнайы бір формула керек осы есепті шығару үшін. Яғни кез-келген санның дәрежесі, кез-келген санның дәрежесі қандай цифрмен аяқталатыны осы ең соңғы санға тәуелді. Яғни 7-нің бір дәрежесі ол 7-нің өзі, 7-нің квадраты дегеніміз ол 49, яғни 9-бен аяқталады. 7-нің 3 дәрежесі дегеніміз ол 49 7-ге көбейтсек, 9 бен 7 63 болады. Және бізде 7-нің 4 дәрежесі дегеніміз ол 3-ті тағы 7-ге көбейтеміз. Мынаның алдында қандай да бір сандар тұр. 3-ті біз 7-ге көбейтсек, бізде 21 болады. Яғни алдында қандай да бір сандар тұрады. Енді ең қызығы, сізде дәреже берілген болса, осы соңғы санның 4 дәрежесін жазып аласыз. Соңғы сандарын, аяқталатын сандарын, және келесі сізге шығару керек. 2016-ның сіз 4-ке бөлу керексіз. Егер сіз бөлінгіштік белгілерін білсеңіз, сан 4-ке бөлінеді, егер оның екі соңғы саны 4-ке қалдықсыз бөлінсе. 16 4-ке қалдықсыз бөлінеді, яғни осы сан түгелдей қалдықсыз 4-ке бөлінеді. 16-ны қассақ, бізде 504 болады. Сан қалдықсыз 4-ке бөлінсе, онда ол соңғы санның 4-ші дәрежесімен бітеді. Яғни бір санмен бітеді. Енді келесі есепті ауызша қарастырайық. Мысалы, 2017-нің 2017 дәрежесі. Яғни біз тура солай жазып алдық. 7-нің 1, 2, 3, 4 дәрежесі қай сандармен бітетіні. Және бізде 2017 деген дәреже бар. Оны 4-ке бөлсек, 2017-ні 4-ке бөлсек, бізде байқасақ қалдық қалады. 17-ні түсіреміз, 16-ны алып тастасақ, бізде 1 деген қалдық қалады. Енді осы қалдықты біз дәрежеден іздейміз. 1 деген қалдық қалса, онда осы
2017-нің 2017 саны 7 деген санмен аяқталады. Яғни біріншіден сіз 4 дәрежені жазып аласыз. Содан кейін дәрежені 4-ке бөліп, егер қалдықсыз болса, онда 4-тің дәрежесінің қай санға аяқталатынын аласыз.